Сырлы ғұмыр. Авторлы Нұрғали Қадырбаев, оқыған Назерке Еркінбекқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Түнгі қаланың келбеті қызылды жасылды бояуымен, алтын жалатқанды жарқырған сәулесімен Айбарды арбағаны соншалықты, соңғы кездері жалғыз өзі серуендеуді әдет еткен. Кешкі тамақты мейрамханадан бүгін жалғыз өзі ішті. Сауда мекемесіндегі бас маман Аринаны ілтипат таныта шақырғанды көнбеді. Алғашқыда кәнеки сізді жігіттер шақырса бармай бола ма, барармын дегенмен, жай әншейін айттым, біздікі әзіл ғой аға деген жарасымды жастық шаққа тән күлкісін ғана сыйлаған. Жүгірген алама, әлде бұйырған алама дегендей, Айбар Аринаны көргенде өзін жоғалта береді. Өзінің әйелі сондай-ақ былтыр ғана дүниеге келген ұлы болса да, Аринаға деген көңілінің құлағаны соншалық, оның жанына сылтау іздеп барып, бірер рет сөз қатудан да қашпайтын болды. Құрбылары да Аринаға арнап әдемі сөздерін аяған жоқ. Осы жігіт саған келуін тіпті жиретіп жіберді ғой. Арина, мұндай сәттер бола бермейді. Өзі жас, өзі әдемі, қолға қонайын деген бақтан айырылып қалма. Жағдайы да жақсы екен, қолы ашық, көрмейсің бе? Бірге серуендеп келейік деп Арина деп қиыла өтінуін. Қай жерде істейді өзі? Фирмада дедің бе? Қысқасы өзі бай, өзі қуатты секілді. Айтпай-ақ түр-тұлғасынан көрініп тұр ғой. Құрбылары да Арина да Айбарды бір көргеннен ұнатқаны рас. Ашық, сөзден тосылмайтын бүгінгі күннің азаматы. Одан өзге еш нәрсе білмейді. Сұраған да емес, ол да ештеңе демеді. Айбардың соңғы кездері өзіне жиі келіп, анда, мұнда шақырғанын, бірге болуын өтінген тектерін анасына да айтқан жоқ. Өзіне деген Айбардың қызығушылығын жай әншейін кездесулердің бірі деп қабылдады. Жұмыс кезінде Арина өз кабинетінде отырғанды. Айбар келді. Арина, бүгін қолың бос па? Не болды? Саған бір әңгіме айтсам бола ма деп едім. Айта берсеңші? Оңаш айтсам деп ем. Қазірде ешкім жоқ қой? Жоқ, бұнда болмайды. Мен бүгін жұмыста болам, есеп берем. Содан соң уақыт жоқ, үйге барам, мамам күтіп отыр. Сен енді жас емессің, сәл-пәл кідірсең болады емес пе? Мамам күтіп қалады. Өзім машинамен жеткізе аламын. Бұл әңгімені бүгін қоя тұрайық, Айбар. Тіпті қояр емессің-ау, жағдайың қалай өзі? Соны айтсаңшы, деді Арина екеуі ара болған әңгіменің тақырыбын өзге жаққа бұрып. Жағдайым жақсы, көріп тұрсың ғой? Онда келесі бір ретте жолығайық. Арина Айбарды көзінің қиығымен күзетіп, кеңседен шыққанша қарап қалды. Аринаны осы жұмысқа қабылдаған әкесінің досы Нығымет. Ол сауда орталығының бастығының үйіндегі балконды ұстар ретінде жөндеу кезінде аз кем таныс болып қалды. Қандай мәселе болса да, қымтырылмай, қысылмай, емін-еркін айта беріңіз деген соң, досының қызы Аринаның жұмыссыз екендігін сездірген. Сауда орталығының басшысы Нығыметтің сөзін жерге қалдырған жоқ. Жұмысқа қабылдады. Арина 2-3 ай көлемінде өзін жақсы қызметкер ретінде танытты. Тапсырылған міндетті қанттай етіп орындады. Басшылық риза болды. Айбардың Аринаға жиі келуі екеуінің арасын жақындата түсті. Мекемеде қызметкерлер екеуінің келешекте жарасымды жұп болатындығына да еш шүбә келтірмеді. Сауда орталығының басшысы әдеттегенше қызметке ерте келгенде оны ескі танысы ұста күтіп отырды. Тыныштық па, Нығымет, деді басшы. Арина кеше түнде үйде болмапты. Олардың қалада 2 үйі бар, екеуіне де келмеген. Тек таңертең ғана келген. Анасы сұраса, жұмыста басым айналып құлап қалдым. Жедел жәрдем мені қаладағы емханаға жеткізді. Сонда түнімен болдым. Қазір жақсымын дейді. Мені осында ата-анасы жіберді. Осы сөз қаншалықты рас, өтірік пе деп келдім. Қымбаттым, деді басшы ұста Нығыметке. Мен ерте келіп, кеш кетсем де қызметкерлердің бәріне қарау болмаймын. Оның үстіне түрлі шаруалармен кеңседе отыра бермеймін. Кеше күні бойы облыс орталығында болдым. Кабинетке енген басшы орынбасары әңгімеге әбден қаныққан соң. Есіктің алдында офиске кіре берісте қарауыл бар. Содан сұралық, ол бәрін біледі. Жедел жәрдем келді ме, дәрігерлер болды ма, бәріне куәгер өзі. Жүріңіз деп өзі есікке қарай жедел жүре бастады. Олар сыртқа шығып офистің алдындағы баспалдақтан төмен түсе бастағанда Арина және анасы екеуі қарсы жолықты. Нығымет әп-сәтте қарауылдан
Кеше жедел жәрдемді кім шақырды деп сұрады. Қандай жедел жәрдем? Ол бұнда не етеді деп қарауыл түс көргенде аң-таң кейіппен үн қатты. Мама, жүр үйге қайттық. Бәрін өзім кейін түсіндіремін. Бұлардан сұрап бастарын қатырмайық, деді Арина сөзге араласып. Сен не дейсің? Әй, білгеннен бір нәрсе болған. Сезіп еді мына жүрек құрғыр, деп анасы әлденеге шыр-пыр болып қалды. Әй, қызым-ай, бір бәлеге ұрынбасаң жарар еді. Арина мен анасы үйге кірген соң ұзақ сөйлесті. Арина Айбар жайлы айтты. Оның ақкөңіл екенін, өзіне деген іңкәр сезімінде түсіндірді. Соңғы 1 жыл бойы ізімнен қалмайды, жақсы көретіндігін айтады, үлкен сый-сияпаттар жасайды. Содан кеше екеуміз бірге болдық, түнді бірге өткіздік. Айбардың қалауын орындадым, деді Арина, болған жайды еш жасырмай. Қызым-ау, айт дегенде осындай сөзді естігім келді дейсің бе? Өзіңіз ғой бәрін айт деп. Ол жігіттің қандай, кім екенін білдің бе? Дұрыс жігіт, мама. Дұрысы сондай болса, бұрыс-түлігін есіме-ақ қояйын. Арина жұмысқа келмей қойды. Айбар 1-2 рет келіп Аринаны сұрады. Іздеп үйіне барды. Болары болып бояуы сіңген соң Айбар Аринаны алмақ ниетте екендігін жасырмады. Құда түс десе де көнемін, деді Айбар Аринаға. Аринаның анасы Айбардың қайда жұмыс істейтіндігін анықтап, кадрлер бөлімінен ол жайлы біршама мәліметтер жинақтады. Айбар қолда бар ақпарат бойынша үйленген жігіт екен, бір балалы. Аринаның анасы енді Айбардың үйіне бет алды. Келіншегімен сөйлесті. Болған жайды баяндады. Одан, яғни келіншегінен барлық жағдайды мұқият тыңдауын, ашуланбауын өтінді. Бұл жөнінде егер де сенбесе, алдағы сенбі күні өзі көрсеткен мекен жайға келіп, өз көзімен куә болуын сұрады. Қызы секілді өзге қызды алдаған Айбардың бұдан кейін де талай рет от басатындығына кім кепіл емес екендігін алға тартты. Келіншегі ақылды, жөнді сөзге тоқтады ма, әлде істің соңын толық бағайын деді ме, Аринаның анасы айтқан сөздерге көніп, үнсіз күйде үйден шығарып салды. Ал Аринаның анасы өзінің қол сөмкесіне Айбардың бұрынғы үйлену тойында лимузинге мініп, той кортежінде келіншегінің қолына көтеріп, мас айрап жайнап түскен 1-2 суреттерін салып алды. Айбар сенбі күні жанына ерткен 2 досымен Аринаның үйіне келді. Аринаның анасы олардың төргі бөлмеге шақырды. Достарымен танысты. Құда түскелі келдік. 2 жас бір-біріне сай, жастар бақытты болсын. Біздің тілек қосағымен қосағарсын, деген сөздерді Айбардың достары кезекпе-кезек айтты. Айбар достарының төмендеу орындықта сыпайы халде үнсіз отыра берді. Дұрыс жігіттер, деді Аринаның анасы. Олардың сөзінің соңын күтіп, ал енді мынаны қайтеміз, ішке кіргізіңдер, деп есікті өзі ашып, ішке Айбардың жас келіншегі мен емзулі бөпесін залға бірге өтуін сұрады. Айбар мен достарын мына көрініс төбелерін жай түсіріп, жерге кіргіздердей әсер етті. Болмайды, деді Аринаның анасы. Өрімдей жас келіншек пен балпанақтай баласын жасырып, ақ босағада отырған қызымды Айбар өмір бойы бақытты етеді деп ойламаймын. Арина мен Айбар бұдан соң мүлдем бір-бірімен жолығыспай кетті. Қала ішінде бірін-бірін көре қалған күнде сапырылысқан көпшіліктің арасына сіңіп, лезде ғайып болады. Әлбетте, Арина о баста Айбардың өзіне деген махаббатын кіршіксіз деп ұқты, оған сенді. Өзіне арнаған сыйлығын шын жүрекпен ұсынған деп білді. Өмірде азды көпті көрген, ит көйлекті сәл де болса бұрын киіп, бұрын тоздырған жанның қулығы мен сұмдығын, өзіне қарағанда көбірек болатындығын қаперіне де алмағанды. Бәрінен де бұрын ішкі әлемді құтырқы жандар да өмірде көптеп кездесетіндігін Арина енді ғана аңғарғандай. Жүзіне имандылық нұры шашырағанмен оның бет пердесі екендігін білмепті. Шынайы әлемі, ішкі сарайы тым тереңде жатқан енді пайымдай бастады. Адам атаулысының тым түсінікті әрі тылсым дүние екендігіне көңіл көзі енді жеткендей. Өз өмірінің сырлы ғұмыр секілді о баста ғажайып болып басталып, қиындыққа тап болған бірте-бірте одан арылып, мұрат мақсатына жеткенде бүгінде бір өзі және анасы ғана білді. Медицинаның бүгінгі жетістігі арқасында гинеколог-хирургтың жәрдемімен өз пәктігін қалпына келтіріп, бақытты өмір сүруге құқығы барына ешбір шүбә келтірмейді бүгінде. Қазірде асықтай 3 ұлы мен өмірлік жолдасы бар. Сырлы ғұмыр деген осы емес пе? Назарларыңызға рахмет. Өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар.